Bir қарағанда бұл жай ғана жоғалып кеткен отбасы. Қазақстанда мұндай жағдайлар бұрында болған. Біреу көшіп кетеді, біреу хабарсыз қалады, біреу іздестіріледі. Бірақ бұл оқиғада бір нәрсе басқаша. Неге? Себебі бұл жолы бір отбасы тұтас жоғалып кеткен жоқ. Әкесі мен анасы табылды, бірақ екі баласы табылмады. Бұл нені білдіреді? Егер бұл жай ғана қайғылы жағдай болса, неге балалар жоқ? Егер бұл кездейсоқ оқиға болса, неге тек үлкендер табылды? Ал егер бұл жай кездейсоқтық емес болса ше, ең қауіпті сұрақ осы. Бұл отбасын жойып жіберу біреуге керек болды ма? Бәлкім олар біреуге кедергі болған шығар. Бәлкім олар бір нәрсені көріп қойған шығар. Бәлкім олар бір құпияны білген шығар. Нақты жауап жоқ, тек сұрақ. Біз бүгін не белгілі, не жасырын, неге балалар табылмай жатыр дегеннің бәрін басынан бастап тарқатамыз. Ешкімді айыптамаймыз, ешкімге жала жаппаймыз, тек болған деректер мен халық арасындағы версияларды талдаймыз. Ендеше бәрін басынан бастайық. Атырау облысы, Жангелдин ауылы. Бұл үлкен қала емес, бұл тыныш ауыл. Адамдар бірін-бірін таниды. Кім қайда жүретінін біледі, кімнің үйінде не болып жатқанын жасырып қалу қиын. Осындай ауылда бір отбасы кенеттен жоғалып кетеді. Ешқандай алдын ала белгі жоқ, ешқандай қоштасу жоқ, ешқандай хабарлама жоқ. Тек бос қалған үй және өшкен телефондар. Бұл отбасы бай емес, танымал емес, қылмыстық ортаға қатысы жоқ. Әкесі жұмыс істеген, анасы үй шаруасында. Сырт көзге қарапайым ғана қазақ отбасы. Көршілерінің айтуынша тыныш, ешкіммен ұрыспаған, көзге түспеген. Яғни олар қауіпті адамдар емес, жанжалшыл емес, даулы тұлға емес. Сонда сұрақ туады. Егер олар жай ғана қарапайым отбасы болса, неге осындай қайғылы тағдырға ұшырады? Белгілі дерек бойынша бір күні бұл отбасы байланысқа шықпай қалады. Телефондары сөнген, үйде ешкім жоқ. Алғашында туыстары бір жаққа кеткен шығар деп ойлаған, бірақ уақыт өте келе күдік күшейе бастайды. Өйткені олар ешкімге ескертпеген, құжаттарын алмай кеткен, заттарының бәрі орнында. Бұл жай кетіп қалуға ұқсамайды, бұл жоғалып кеткенге ұқсайды. Сол кезде полицияға арыз беріледі. Іздеу басталады. Іздеу жұмыстары ауыл ішінде, далада, жол бойында, су астында. Полицияда жергілікті тұрғындар да қатысады. Bir күн іздеді, екі күн іздеді, бірнеше күн өтті, нәтиже жоқ. Ал содан кейін ең ауыр хабар келеді. Іздеу барысында әкесі мен анасының мәйіті табылады. Бұл сәттен бастап оқиға жай жоғалу емес, қылмыстық іске айналады. Бірақ ең қорқыныштысы балалар жоқ. Олар тірі ме, өлі ме, біреу алып кетті ме, бір жерде жасырынды ма? Ешкім білмейді. Міне дәл осы жерден ең үлкен сұрақ басталады. Неге тек үлкендер табылды, неге балалар жоқ? Егер бұл жай ғана қайғылы оқиға болса, балалар да бірге табылуы керек еді ғой. Ал егер балалары жеке жоғалған болса, онда бұл жай оқиға емес, бұл біреудің араласуы мүмкін жағдай. Ресми органдар қылмыстық іс қозғалғанын айтты, тергеу жүріп жатқанын айтты, басқа ақпарат бермеді. Неге? Себебі тергеу жүріп жатқанда ақпарат шектеледі. Бірақ халыққа дәл осы үнсіздік күдік тудырды. Өйткені балалары табылмай жатыр. Себебі айтылмай жатыр, нақты нұсқа жоқ. Ал белгісіздік қорқыныш тудырады. Енді негізгі сұраққа қайта оралайық. Бұл жай қайғылы жағдай ма, әлде бұл әдейі жасалған іс пе? Егер жай ғана тұрмыстық жағдай болса, балалар қайда? Егер сырттан біреу келген болса, не үшін? Егер бұл жоспарланған әрекет болса, неге дәл осы отбасы? Ресми ақпарат аз болған сайын бейресми әңгіме көбейеді. Бұл кез келген елде болатын жағдай. Адамдар қорқады, түсінгісі келеді, жауап іздейді. Ал жауап болмаған соң версиялар пайда болады. Жангелдин ауылында да солай болды. Бірі айтты, бұл отбасында бұрыннан проблема болған. Екіншісі айтты, сырттан біреу келген сияқты. Үшіншісі айтты, олар біреуге кедергі болған шығар. Бірақ мұның бәрі ресми дәлел емес, тек халық арасындағы болжам. Біз қазір сол версияларды рет-ретімен талдап шығамыз. Алғаш айтылған нұсқалардың бірі отбасы ішіндегі кикілжің. Мүмкін ерлі-зайыптылар арасында ұрыс болған, бір сәттік ашу болған, қайғылы жағдайға келген. Мұндай оқиғалар өмірде кездеседі, бірақ бұл версияның әлсіз жері бар. Егер бұл тек ерлі-зайыпты арасындағы жанжал болса, балалары неге табылмады, неге олар бөлек жоғалды? Өйткені тұрмыстық жанжал кезінде балалары қасында болады, немесе сол жерден табылады. Ал бұл жерде әкесі мен анасы табылды, балалары жоқ. Демек, бұл версия барлық сұраққа жауап бермейді. Екінші версия, бұл іске сырттан бір адам немесе адамдар араласқан болуы мүмкін. Мүмкін біреу келген, бір нәрсе іздеген, бірақ жанжал шыққан. Сол кезде ата-ана қаза болған, балалары жоғалып кеткен.
Бұл версия алдыңғысынан қарағанда логикаға көбірек келеді, өйткені сырттан келген адам куәгер қалдырмауға тырысуы мүмкін, балаларды алып кетуі мүмкін. Бірақ тағы да ресми түрде сырттан келген адам деген дәлел жоқ. Тек балалар жоқ, жағдай түсініксіз. Сол үшін де бұл нақты дәлелденбеген нұсқа. Енді ең қауіпті версияға келейік. Кейбір адамдардың ойынша бұл отбасы жай ғана кездейсоқ құрбан болмауы мүмкін. Мүмкін олар бір нәрсені көріп қойған, бір құпияны білген, біреудің жолына тұрған. Сондықтан олардың жоғалуы біреу үшін керек болған шығар. Бірақ өте маңызды нәрсе бар. Бұл тек болжам. Бұған дәлел жоқ, ресми түрде мұндай ақпарат жоқ. Сондықтан біз бұны шындық деп айта алмаймыз. Ең қиын сұрақ осы: егер бұл жоспарланған әрекет болса, неге дәл осы отбасы? Олар бай емес, шенеунік емес, танымал емес, саясатқа қатысы жоқ адамдар. Сонда олар кімге кедергі болды? Олар нені білді? Оларды не үшін жою керек болды? Осы сұрақтарға қазір ешкім жауап бере алмайды. Сондықтан бұл версия логикаға сыйғанымен дәлелге сүйенбейді. Халық кейде былай дейді: мұның артында жоғарыда отырған біреу бар шығар. Бірақ бұл сөздің өзі нақты адам емес. Бұл белгісіз күш, ықпалды біреу болуы мүмкін деген абстракты ой. Ресми дерек бойынша бірде-бір шенеунік, бірде-бір ұйым, бірде-бір ықпалды адам бұл іске байланыстырылмаған. Сондықтан жоғарыда отырған біреу деген халықтың сенімсіздіктен қойған аты ғана. Осы оқиғадағы ең ауыр сұрақ осы: екі бала тірі ме, өлі ме? Біреу алып кетті ме? Бір жерде жасырынды ма? Егер олар тірі болса, неге әлі табылмады? Неге хабар жоқ? Егер олар қайтыс болса, неге табылмады? Неге дәлелдер жоқ? Бұл сұрақтар барлық версияны күмәнға салады. Адамдар тағы бір сұрақ қояды: неге бұл іс әлі күнге дейін толық ашылған жоқ? Мүмкін тергеу жүріп жатқан шығар, дәлел аз шығар, уақыт керек шығар. Бірақ уақыт өткен сайын үміт азаяды. Ал үміт азайған сайын күдік көбейеді. Біз білетініміз, ата-анасы қайтыс болды. Оларды Алла рахмын алсын. Екі бала табылған жоқ. Іс ашық күйде тұр. Біз білмейтініміз, нақты не болды? Кім кінәлі? Балалар қайда? Міне дәл осы белгісіздік бұл істі қорқынышты етеді. Енді қайтадан басты тақырыпқа оралайық. Бұл отбасын құрту біреуге керек болды ма? Қазірше бізде деуге де, жоқ деуге де дәлел жоқ. Тек қайғылы факт бар. Бір отбасы жоқ болды. Екі бала белгісіз жағдайда жоғалды. Ал шындық қайда? Бұл іске қатысты ресми органдар қысқа ғана айтты: қылмыстық іс қозғалды, тергеу жүріп жатыр, ақпарат жарияланбайды. Неге ақпарат аз? Себебі тергеу кезінде әр сөз маңызды. Бір қате ақпарат күдіктіні үркітуі мүмкін, дәлелді жоғалтуы мүмкін, істі қиындатуы мүмкін. Сондықтан ресми органдар артық сөйлемейді. Бірақ халық үшін осы үнсіздік түсініксіз көрінеді. Өйткені ата-ана табылды, ал балалары табылған жоқ. Бұл істің қиын болу себебі: оқиға нақты бір жерде емес, бірнеше бағытта болуы мүмкін. Куәгер жоқ, басты фигуралар қайтыс болған. Ал балалар тірі болуы мүмкін, басқа жерде болуы мүмкін, біреу алып кеткен болуы мүмкін. Осындай жағдайда тергеу әрбір версияны жеке тексеруге мәжбүр. Бұл уақыт алады, күш алады, жүйкені алады. Себебі бұл жай бір адамның өлімі емес, бұл бір отбасының жойылуы, екі баланың белгісіз тағдыры. Адамдар өздерін сол отбасының орнына қояды. Ертең бұл менің отбасым болсашы деген ой туады. Сондықтан қоғам бұл істі жай қылмыс емес, ортақ қайғы ретінде қабылдады. Исламда бір адамды дәлелсіз айыптау ауыр күнә, өсек тарату харам, зұлымдық жасау үлкен қылмыс. Құранда бір адамды өлтіру бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең делінеді. Сондықтан біз бұл оқиғада ешкімді кінәлай алмаймыз. Біз тек әділдік іздейміз, шындықтың ашылуын сұраймыз, балалардың аман табылуынан үміт етеміз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыз. Өз ойыңызды комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіз.